Сәлем достар, бүгін мен сіздермен қазіргі күні трендке айналған фермуарлы сумканың тігілу жолымен таныстыратын боламын. Ең алдымен бізге қағаз керек болады, фермуар, сызғыш және қалам. Енді екі қағазды ортасын скотчпен жабыстырып алдық. Кезекте осы қағазымыздың қақ ортасынан тігінен ұзын сызық сызып аламыз. Ендігі кезекте осы сызығымыздың ең жоғарғысына фермуардың орта сызығы деп кілтенетін екі сызықтың ортасын тіркеп қоямыз. Содан соң астын екі міне видеода көрсетілгендей сызып аламыз. Көлденең сызық сызу үшін ең алдымен белгілеген нүктелерімізді миллиметріне дейін санап дұрыстап есептеп жібергеніміз артық етпейді. Көлденең сызық сызып алғаннан кейін фермуарымызды тағы қойып, тағы бір есептейміз. Мінекей осы кезде нағыз сызық орта сызығы шығады. Орта сызықтан оң жақ қапталына дейін, орта сызықтан сол жақ қапталына дейінгі сан мысалға менде 8-де 2 мм. Есептеп анық сызып болғаннан кейін фермуарымызды айналдыра сызып аламыз. Сөмкеміздің жанғы қалташасын шығаруымыз үшін, яғни менде жан қалташасы үлкен болғанын қаламаймын, сондықтан да мен осылай кішкентай етіп сызып алдым. Қазір түсінетін боласыздар. Төменге қарай тігінен түсірдім және көлденеңнен тағы да есептеп шығамын да келесі жанын дәл солай сызатын боламын. Жанынан сызған сызығым 7, яғни тігінен 7 см болды. Осы 7 см-де есептеп қиғаштап сызатын боламын. Яғни ас сызғыштың бір бөлігін көлденеңнен қойсақ, бір бөлігін басталған нүктеге қоямыз. Мінекей сызығымыз, қисық сызығымызды белгілегеннен кейін көлденең сызықпен ара қашықтығын біліп аламыз да келесі жағынан дәл солай сызатын боламыз. Екі жағында тағы бір тексергеннен кейін төменге қарай 15 см, яғни мен сөмкенің биіктігін 15 см қыламын. 15 см қылып төменге қарай сызып шықтым. Сөмкеміздің табанын шығару үшін видеода көрсетілгендегідей сызылған нүктеден 3 см көлденең қарай сызамыз және 3 см тігінен сызамыз. Мен видеода бір ғана қапталын көрсетіп жатырмын. Дәл осылай екінші қапталда жасалынатын болады. 3 см қыласыз ба, немесе 4 см қыласыз ба, ол өз еркіңізде. Мінекей лекалымыз дайын. Осы лекаланы әдемілеп қиып аламыз. Мына жерде фетрді дәлме-дәл лекалымен бірдей қылып қиып аламыз. Одан кейін өзімізге керек королевский барқыт матасын және астарына қолданатын атлас матасын 1 см шамасында үлкейтіп қиып алдым. Өйткені жандарында тігісі бар, қайырылатыны бар, сонымен қосқан кезде 1 см-де артық қиып алдым. Ендігі кезекте мен екі жанын осылай екі түрлі қылып тігемін. Менде оберловка болмағандықтан мен зигзагпен тігемін. Енді екі жанын тігіп болғаннан кейін табанын шығарамыз. Ол үшін міне видеода көрсетілгендей қайырып тағы бір тігіп шығамыз. Бұны да екі тігіс қыламын, жай тігіс және астынан зигзагпен тағы бір қайталап шығамын. Мінекей 3 матаны да тігіп боламыз. Осылай астарын осылай қалдырамыз. Фетрді және королевский барқыт маталарын айналдырамыз. Енді өздеріңіз қарайсыздар, фетрді айналдырасыздар ма, айналдырмайсыздар ма, бірақ та мен осы жолы айналдырмай жасап көрдім. Астарын айналдырмаймыз, өйткені астарын ішіне салған кезде ол автоматты түрде өзі оң жағы түседі. Содан кейін мысалға біздер жаңа артығымен алдық. Міне осы артығын қазір фетрға тиіспейміз де, бірақ астары мен королевский барқыт маталарын міне осылай қайырып айналдыра тігіп шығатын боламыз.
Мінекей барлығын айналдырып тігіп шықтым. Қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, әдемілеп, аккуратно етіп тігіп шығамыз. Осы бұрышынан бастап енді жәймендеп фермуардың ішіне тігілген жерін салып отырып, көктеп тағы бір айналдырып тігіп шығамыз. Ол өйткені біз қазір келесі тігісті жасаған кезде бір-біріне шығып кедергі келтірмес үшін осылай басқа түсте, яғни мен мысалға жасылға осылай розовыймен тігіп шықтым. Көрдіңіздер, дайын болды. Мінекей видеода көріп отырғандарыңыздай жәймен мына фермуардың арнайы тесіктерінен көздеп инемен тұспа-тұс келетін түспен тігеміз. Яғни менің фермуарыма осы сары түс келді. Мен сары түспен әдемілеп тігіп шықтым. Егерде түссіз тағы жіптер бар, арнайы сонымен тіксеңіздер де болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай розовый жіпті мен қазір шешіп алып тастаймын. Сол кезде тек қана осы түстің өзі қалады. Көріп тұрғандарыңыздай қандай керемет шықты. Мына жерге кез келген кружева жабыстырсаңыздар болады. Мен ешкімге жабыстырмаймын. Бұл маған өзіме жасап жатқаным өте әдемі болып шықты. Енді менде осындай термоклейлар, бусинкалар сатып алдым. Арнайы осыларды мен қазір үтікпен басып жабыстыратын боламын. Бұл моншақтарды өздеріңіз қалағандай әр жерге қойып, үстіне шыт матаны немесе мәрліні жауып, өтікпен, қызып тұрған өтікпен бір бастырып аласыздар. Қараңыздаршы, моншақтың арты мынандай жасыл немесе көк түсте болады, яғни термоклейі бар. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Артық моншақ жабыспаған моншақтарын түсіреміз. Міне қарасаңыздар, өте керемет болып жабысып қалды. Бүгінгі менің жұмысым сіздерге ұнайды деген үміттемін. Егер ұнап жатса, лайк басып комментарий жазыңыздар. Сіздермен бірге болған Ақтолқын Халымқызы. Келесі кездескенше күн жақсы болсын.